Мынау енді бағана әңгімен бастап қойдық қой. Ухуд тауына келдік. Ухуд тауы деген мына жақтан басталады міне. Ухуд тауы мынау. Мына ұзындығы 7 километр мет, 14 километр мет сондай. Бірақ біздегідей қатты биік емес, байқап тұрсыздар, иә? Сосын ағаш шықпайды сондай. Енді осы Ухуд тауы туралы қандай хадис бар еді? Кім дейді, пайғамбар салам айтады. Бір мұсылманның жаназасына қатысатын болса, оған Ухуд тауының көлеміндей сауап беріледі. Ол қай жерде қатыссаңыз да, қай жер, елде жүресіз ба, сапарда жүресіз ба, қайын жұртта жүресіз ба, жаназаға қатысатын болсаңыз, қайын жұрт көп болса береді, көп меше бейтеді. Осы таудың көлеміндей сауап беріледі. Бірақ айта берейін ба? Бірақ дәл осындай сауаптан айырылатын кездер де бар. Қай кездесе үйде бекерден бекер ит ұстайтын болса, итті 3 жағдайда ұстауға болады. Мал бағатын ит болса, итті 3 жағдайда ұстауға болады да. Бірінші мал бағатын, екінші аң аулайтын, үшінші үйді күзететін. Ал енді үйде ит ұстап отырсыз, үйді күзетпейді, күзететін нәрсе жоқ. Мал бақпайды, аң ауламайды. Онда осындай ит ұстайтын болса, осы адамның Ухуд тауының көлеміндей сауабы жойылып отырады. Немене қап ұстап отыр ол итті? Мал бақсын, немесе үйді күзетсін. Бірақ Қазақстанда ауылдық жерде барлық үйге ит керек. 4 иттен керек, 4 бұрышқа ше бізде. Өйткені әлі ұрылар тиылған жоқ қой бізде. Онда жаңағы әңгімені арға жалғастырамыз ба? Иә. Мынау садақшылар мына төбеде тұрған. Соғыс мына жерде батыр. Мына жерде батыр. Садақшылар мына төбеде тұр. Сонда негізі мынау дейді, ұстаздар айтады. Бұдан қайда биік тұғын дейді. Бірақ 14 ғасырдан бері келіп жатқан қажылар садақшылар тұрған жерге шығамыз деп шығып не болып жатыр? Анау құмы тасы сынып түсіп жатыр ғой. Өгетіліп түсіп жатыр, иә. Кім мешеде тұтқан жоқ па саған? Әңгімеге. Негізі бір әңгіме айтсаң, біреуге айтсаң негізі бәріне жетеді, бірақ бізде енді Алланың рахметі болып жатыр енді. Құдай сабыр берсін. Өз денсаулықты шамалап қапты негізі. Бәрін білетін адамдар ше, тыңдамай-ақ шетке шығып отыра берсе жақсы болады еді, сөйлеп, мына жерде нервке тигенше ше. Содан осы садақшылар, соғыс мына жақта болып жатыр. Мына бұрыштан кім біледі? Халид ибн Валид бастаған. Топ келейін деп тұр. Мына ар жағында тығылып тұр, мына таудың ар жағында. Оны бұлар көріп тұрған жоқ қой. Атты әскерді, оны көріп тұрған жоқ қой мыналар. Пайғамбар әдейі осылар қойып тұрған тұғын ғой. Ал садақшылар деген бәлем метрде ата береді ғой. 500 метр ма, 300 метр ма мысалға. Қарсаңшы. Енді сонда сол соғыста жеңілді дейді. Одан кейін болған соғыстың ешқайсысында мұсылмандар жеңілген жоқ дейді. Өйткені одан кейінгі әскерлер не қылды? Сабақ алды да кімге бағыну керек болды? Өз араларынан дағы басшыларға бағынсаң, береке табатын. Бағынбайтын болсаң, берекеден айырылатын білді. Өмірлік қиямет қайымға дейін. Енді Құдайдың құдіреті қараңызшы. Барлық қажыларды әкеп өшек әкеледі. Барлық қажыларды әкеледі. Сөйтіп осы тарихты оқытқызады, осы тарихты естіреді. Ал енді кеше естіп жатырмын. Ресейден бір кісі кепті. Сөйтіп сұрайды дейді. Бізде Ресейде алдап кететіндерді обманщик дейді, лақтырып кететіндерді кидальщик дейді. Сендерде не дейді десе, бізде оларды қажеке деп айтамыз деп ондайлар. Сонда алдайтын лақтыратындар кімдерде болып жатыр сонда? Қажылыққа барып келгендерде сондайға кіріп кеткен қазір. Өтірік емес ол. Өтірік емес. Намаз оқитындарын да лақтырып кете салады жандегі. Сонда Алла Тағала не үшін мына жерге әкеп жатыр десе, қарасай дейді да. Сахабалардың заманында басшыға бағынбағаннан кейін бәлен адам қайтыс болды. Бәлен адам, пайғамбар салам жараланды дейді. Неге бағынбайды дейді да? Қажылар көрді. Бірінші ол өзі бағыну керек қой тәртіпке. Мына тарихты аяғымен басып, көзбен көріп кеп отыр ғой. Елге барғаннан кейін басшыға бағыну керек қой. Егер басшы араққа жұмсаса, басшы харамға жұмсаса, онда айтамыз, мен Құдайдан қорқам айналайын. Ал жұмыс бабында неткен кезде, мысалға мен бір қызық айта салайыншы. Бірнеше ауданда басшыман болдым. Соның біреуінде айтпай қойын қай аудан екен. Біреуінде енді аудан басшыларын бәрімен танимыз, араласамыз, дастархандас болып жүрміз ғой да. Біреуінде бір бөлімнің басшысы, аудандағы бір саланың басшысы да көшеде тұр. Субботник болып жатыр екен, сенбілік болып жатыр екен. Кеп тоқтап амандасып еді. О, қалайсың амандасып алып. Аппақ көйлек немен тұр да бетті да. Ана қол астындағылар көше тазалап, көше отырғызып әктеп жатыр.
Сосын қалай істерсің? Жақсы. Мына келіп қарап тұрмасам, мыналар істемейді ғой, сосын басына келіп қарап тұрмын дейді да. Жеркеніп кетті мына басшыдан. Мына басшы қазір әлі күнге дейін кездессем, әшейін амандасам, бірақ жеркеніп кеттім, жеркеніп. Анаң айтып тұрған сөзінен. Қазір мен мына қарап тұрмасам дейді, мыналар істемейді ғой дейді. Значит, бір тиын абыройы жоқ екен де жұмысшылардың алдында ше. Кабинетте отырып ақ, жігіттер, тазалап тастаңдар десе де, болды деп кету керек қой, егер шынымен ол басшы болатын болса. Түсінікті айта алдым ба, айта алмадым ба? Біріншіден да, екіншіден, ол қандай басшы? Жұмысшылар істеп жатқанда аппақ көйлекпен бүйтіп қарап тұратын. Шынымен басшысы ма? Бірінші өзің бастасай. Ертең бала шағаларыңыз басшы болса, осы нәрсені ұмытпаңыздар. Басшы болып қалса да, бірінші өзің істе. Сосын айтамыз, жігіттер, мынаны былай істейміз бе, қалай істейміз деп та. Басшымын деп шіреніп тұр. Аналар мен болмасам істемейді ғой дейді да. Бір тиын абыройы жоқ екен ғой сонда оның. Ол өзі кабинетте отырып жігіттер деп звондап айта салатын абыройы жоқ қой. Түсінікті айта алдым ба, айтамадым ба? Далбаса басшы ғой мына адам ше, далбаса басшы ғой. Ешқандай абыройы жоқ. Ал енді бағанағы 70 сахабаны көмгеннен кейін байқап ма, бұл жерде ше көбісі тас қой. Жаңбыр жауса сіңбейді ғой мынаға. Жаңбыр тоқтамай жауатын болса не болайын деп тұр сонда? Сел болады. Сосын бағанағы 70 адамды мына жерге көмген ғой. Мынау Теңізбек ата. Мына қоршау тұр ғой мына. Осының ішіне көмеді ғой. Сонда тоқтамай жауған жауын, мына таулардан аққан сулар, мына жақтан келген сулардың барлығы мына екі ортадан өткен ғой қасыңызда. Сөйтіп, ана жер құмдақ қой мына жер. Ана су сел болып аққан кезде қабіршілердің құмдарын егіп апты. Құмдар сумен шығып, сыртқа шығып, бірнеше сахабаның денесі осы жерде сыртқа шығып қалған екен ғой. Осыдан бір ғасыр бұрын. Бірақ сонда ол сахабалар қанша ғасыр болған сонда жатқанда? 13 ғасыр болады да. Қазір 14 ғасыр болды ғой. Дене, олар шірмеген ғой? Шірмейді ғой. Шірмейді ғой. Содан, қарсаңыз, осы хабар басшыларға жетеді. Бүкіл мұсылмандар жиналды дейді ғой осы жерге ше. Сахабаның денесін ұстағысы келіп тұр ғой. 13 ғасыр бұрынғы адамның денесін ұстағысы келіп тұр ғой. Сонымен басшылар келеді да бірден келіп қоршайды да, су кеткеннен кейін қоршайды да, жігіттер қабір қазады, қайтадан қабірлер, өздерінің қабірлері қайтадан қазады. Сосын мынандай шарт қояды ғой. Так, сахабаның денесін қоюға кімдер қойғысы келіп тұр? Сахабаның денесін ұстап қабірге қайтып қоюға кімдер қатысқысы келіп тұр? Қатысасың ба Айбек? Конечно қатысасың. Сондықтан ана жерде барлық адам қатысқысы келіп тұр ғой, а? Енді шарт қояды ғой. Мына шарт кімде болса, солар ғана денесін ұстап қабірге қайтып қояды дейді ғой сахабаларды. Кенеттен мынандай шарттар дайындалып тұрыңыздар. Мына 3-ақ шарт қояды. 3 шартқа лайықты болған адам сахабаның денесін ұстауға лайықты болып есептелесіз ше. Бірінші шарт Құран толық жаттаған болу керек. Айта берейік па, болды ма? Айтпай ақ қойын бар жағын. Айтпай ақ қойсайын. Айта берейін ба? Бірінші шарт Құранды толық. Қалған екеу болып қалу мүмкін ғой бізде, я? Бірақ үшеуі болу керек те ол адам бойында ше. Бірінші Құран толық жаттаған кісі болу керек. Екіншісі өмірінде 5 уақыт намаз үзбеген кісі болу керек. Үшіншісі керек жоқ шығар еді. Айта салайын ба? Үшіншісі өмірінде тахажжуд намазын үзбеген кісі болу керек. Мыңдаған адамдардың ішінен 8-ақ адам шыққан ғой. Бір ғасыр бұрын WhatsApp жоқ заманда апа. Қазір біз байқұс тахажжуд, махажжудтың бәрі WhatsAppпен кетті ғой бәрі. Жәндегі. Мысалға деп жатқаным ғой. Құранды айтып жаттайсың. Ана кім қасымның қақта жүр екен, бүгін Дубайда ма, кеше Мальдивиде жүреді атаңа деп соларды аңдып отырасың ғой. Бүгін не тамақ жеп жатыр кафеде. Ана Исмаил Мүйоттың бүгін тағы қай жерде шомылып жатыр атаң. Мысалға деген ғой. Көрдіңіз бе, бәрінің хабарыңыз бар да. Құран жаттауға память жоқ. Өйткені памяттің бәрін бос, керек емес нәрселермен толтырып тастадық. Тойға ана алиби салат қоймапты атаңа. Ассорти жақсы қойыпты, жарысына кетіп қаласың ғой ассортидің тойдағы. Міне осы жерге қайтадан жерлейді. Сонда сол 8 адам Хамза радиаллаху анхуды бірден таныған ғой. 13 ғасыр бұрын қайтыс болған 70 адамның ішінен Хамзаны бірден танып қойған ғой, жаңа 8 адам. Неден таныды? Оның Хамза екенін паспортында тұр ма? О, Хамзаны өлтірткен кім еді? Хамза кім еді өзі? Хамза сол кезде пайғамбар саллаллаху көкесі. Хамза пайғамбарымыздың әкесінің аты кім еді? Абдулланың інісі Хамза.
Сол заманда мұсылмандардың қол басшысы болды, әскер басшысы болды. Сол Хамза кеше Бәдірде Әбу Жәһілдерді өлтірген болатын. Ал соның қызы Хинд айтады, Хамзаны өлтірген адамға не сұраса бәрін берем дейді. Сонда Уақши мен өлтірем дейді. Онда құлдықтан босатам, керек нәрсенің бәрін берем дейді ғой. Сонда Уақши деген Меккедегі номер 1 найза атушы, найзаны дәлдеп атушы жігіт болған, өзі құл болған. Сол Уақши дайындалады. Осы соғысқа келгенде ешкіммен соғыспайды ол. Найзасының басына уқ жағып, тек қана Хамзаны аңдып жүреді болды. Хамзаның бір босап қалған, бір қоршаусыз қалған, босап қалған сәтін пайдаланып, найзамен атып ұрып өлтіреді. Содан Хинд айтқан болатын, ей Хамза, соғыстың алдында айтқан, ей Хамза, сен менің әкемді өлтірдің ғой дейді да, бүгін соғыста сен өлесің, мұрныңды кесемін, құлағыңды кесіп, мойнына ілем деп айтқан болатын. Сол сөзінде не қылды кейін Хинд? Тұрды, құлағын кесті, мұрнын кесті, шек қарын ашып тастады. Сонда Құдайдың құдіреті барлық сахабаны бұлай қойып жерлейді ғой, мына екі қолды ше, бұлай қарай ше, бұлай. Тек Хамзаны ғана бұлай жерледі дейді ғой. Өйткені бұлай қойса шек қарын ақтарылып кетеді да. Шек қарын жауып тұрсын, қолын бұлай жерледі. Негізі осылай қайтқанда осылай қояды ғой енді. Сонда Хамзаны бірден танып деп айтып жатқаны сол. Мұрны кесілген, құлағы кесілген жәндегі. Қарын шек қарын, бауырымды езіп жеймін деген тұғын. Мына жерін кесіп, бауырын алып тістеп жеген ғой ана Хинд. Құдайдың құдіреті. Сондай жауыз болған ғой енді. Енді түсінбеушілік, бірақ енді ол Хинд кейін ислам қабылдайды. Мұсылманшылықты қабылдайды. Күйеуінің де мұсылман, күйеуі де мұсылман болады кейін. Сол қабір мынау тұр міне. Бірақ осы жерде Хамзаны бөлек көмеді. Мус'аб ибн Умайр деген сахаба болған, өте жас сұлу жігіт болған. Сол Меккедегі бір байдың жалғыз ұлы болған. Меккедегі ең қымбат көйлек, Меккедегі ең қымбат әтір тек сол жігітте ғана болатын бұрын. Бірақ ислам қабылдағаннан кейін әке-шешесі менің балам емессің деп жіберген ана жас баланы. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол баланың дәрежесін көтеріп, Мадина халқы 12 адам болып келіп, я Расулалла, біздің Мадина қаласына, өзі Ясриб қой енді, біздің Ясрибке көшсеңіз деп келген кезде, келесі жылы көрерміз. Әзірге мына жігіт барып сіздерге Құран не үйрете берсін деп Мус'аб ибн Умайр жас жігіт соны Мадинаға өзінің атынан ел шығып жібереді. Ал ол осында келеді да, осы елдегі ең үлкен басшылармен тілдес сөйлесіп, мұсылман болуына себепкер болған жігіт. Ол да осы жерде қайтыс болған. Хамзамен бірге қасында жатыр. Мынау шлака блокпен қоршалған кішкентай. Біреуінде Хамза, біреуінде Мус'аб ибн Умайр. Ал оның ар жағында қалған сахабалардың барлығын бірінің үстіне бірін қойып, несіне қарай, жасына қарай деген сияқты осылай қойып жерлеген болатын. Бірақ осыдан бір ғасыр бұрын мыналардың бәрінің басында нелер болған, белгі үйлер болған, белгі мазар үйлері болған. Түсінесіздер ғой, осыдан бір ғасыр бұрын уахабилер осы мемлекетті жаулап алып, соғысып, жаулап алып, қазір бұл елде уахаби салафилік дін, мемлекеттік дін осы елде қазір. Солар адамдар осыған табылып кетеді деп, сол кездегі үйлерді, сол замандағы мынау Айша анамыздың басындағы зиратты, Жанатул Бақидағы бәрін неғып тастаған, таптап қирап тастады. Білесіздер ме, Атырауда неде біраз мазаратты қиратып еді ғана осыдан 10 жыл бұрын. Естеріңізде бар ма? Анау мазаратты қиратып тастаған. Суреті бар нелер, құлттастарын бәрін қиратып. Оның бәрі харам деп. Дұрыс емес жерлер бар енді. Бірақ мазардың несін шартын айта салайын. Кісі қайтыс болған кезде басына белгі тас қоясыздар ғой, сол белгі тас мына кіндіктен аспау керек, биіктігі. Және сурет болмайды. Бисмилла, Аллаху акбар деген де болмайды. Тек қана не болады сонда? Аты жөні, қай жылы туылды, қай жылы қайтты, руын жазса да болады жәндегі. Бірақ арабша сөздер, сурет болмайды. Неге дегенде қазақта әдемі сөз бар. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазақ. Не мағына береді ол? Сонымен не қарай шығамыз деген дұға оқуға. Осы сөз не мағына береді? 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деген. Дұрыс, өте дұрыс айтасыздар. 50 жылда ел жаңа дегені бір қабір, ескі қабірді пайдалану керек болып қалуы мүмкін. Ел көбейіп, өсіп өніп. Мысалы, Шымкент қаласында ана биік жерде тұрған нәрсенің барлығы мазарат болған. Ана баяғы самолет, озеро, бәрі мазарат болған. Сол жерде үйлер соққан кезде астынан неше түрлі қабірлер шыққан. Керек болды қазір, енді соны істеп жатыр да мысалға. Сондықтан қабірді пайдалану керек болса, көпір салынайын деп жатыр. Жол салынайын, алу керек жер аны. Сонда ең соңғы адам, қойылған адамға 50 жыл болса ше,
ана қабірді пайдалануға рұқсат деген сөз екен ғой. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дегені адамдар 100 жылдан кейін болмайды ғой. Мысалы 100 жылдан кейін осы тұрған енді 5-6 тауы қалып кетуі мүмкін 100 жылдан кейін. Қалған ешқайсымыз болмаймыз ғой мысалға. Енді көбісіміз енді өлмейтін адамдар болғаннан кейін шірей өлім туралы ойлай бермейсің ғой, өлмейтін болғаннан кейін ше мысалға. Айтайын дегенім 50 соңғы қайтыс болған адамға 50 жыл болатын болса, ана қабірді алып пайдалануға рұқсат екен. Үй саласыз ба, мал жайылым қыласыз ба, басқа қыласыз ба, жол бола ма деген сияқты. Сол үшін айтылған ана сөз. Ал бірақ біздің бабаларымыздың заманында қайтыс болған кісінің басына таспен қашап қойған. Не үшін? Аты жөнін жазып таспен қашап жазған. Не үшін? Біріншіден еске алып дұғасын бағыштап тұру үшін, иә? Екіншіден бұл госакт қой. Бұл госакт. Мұна менің бабаларымның жері деп жауға да, басқаға да менің ата-бабамның жері дегенге не болып тұр сонда? Дәлел, белгі болып тұр ғой. Ал жәндегі не үшін арабша Аллаху акбар, бисмилля деген сөз болмайды? Өйткені 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан. Ертең ол бірдемеге айналып кетуі мүмкін ана жер. Бір. Екінші цемент қой қазіргі барлық уақытша шейін. Бір күні жаңбыр қардан не болуы мүмкін тас? Құлайды. Құлағаннан кейін кім оны бір басқа нәрсесіне пайдаланады? Демек жерде Аллаху акбар, бисмилля деген сөздер жерде мал адам аяғының астында қалайын деп тұр. Сол үшін болмайды ол жерде жазуға. Ол да керек шығар қажекелер, ертең әулеттің иесісіздер барғаннан кейін, әулеттің үлкенісіздер, әулеттің қажысыздар. Әулеттен бір кісі қайтыс болғанда балдар келіп жазбас бұрын, ай балам, біздің дініміз ислам, ата-бабамыздың салт дәстүрі бойынша, дініміз бойынша басына белгі тасты осылай ғана қояды. Сүйрету қоймайды. Ал Аллаху акбар деген сөздер жаздырмайды Құран аяттарын деп алдымен айтып алу керек, қойып болғаннан кейін емес. Қазір сол айтылмағаннан кейін біздің қабірлеріміз бейшара ауылдан 5-6 бала шағасымен тұратын үй жоқ, ана жақта бәленбай үйдің ақшасы жатыр мұсыр болған жерде. 50 жылдан кейін құлайды ананың барлығы анау. Сырында, қырында анау қымбат кірпішінде құлайды. Ана сол қажылардың әулетке ие болатын қарияның болмағандығынан ана бейшараға жабылып үй сап берсек те болатын еді. Жоқ. Бағатын ауыстырып бере алмағаннан кейін бәрі қабірге тығып жатыр ақшасын ана жерге. Енді ауылдық жерлерде жоқ, үлкен қалаларда ғой. Басына барып бір дұға оқиық та жүрейік, Құда қаласа. Кеттік.